Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз осындай сиырдың аяғынан холодец жасайтын боламыз. Алдымен осында арнайы бөлгізіп алдым, сатып алған жерден. Мұндағы ыдысымызға сай келу үшін алдымен мұндағы сиырдың аяқтарын суға 4-5 сағатқа салып қоямыз. Өйткені мынау сиырдың аяқтары ұйытылады ғой. Ұйытылғаннан кейін оның белгілі бір иісі болады дегенде, сондай бір иістерін кетіру мақсатында алдымен суға салып қоятын боламыз. 4-5 сағат жай тұру керек суды. Қазір осылай барлығын ыдысымызға салып 4-5 сағатта жай суға салып қоятын болам, өзінің иістері кетуі үшін. 4 бөлікке бөліп, менімен бірге болыңыздар. Дәмді холодеціміз. Неке қыздар, 4-5 сағат біздің аяқтар осылай суда тұрып шықты. Енді қазір жақсылап жуып бір қайнатуға жібереміз. Және бір қайнап шыққан суын міндетті түрде төгіп тастайсыздар. Қазір жақсылап жуып алайық. Отқа қойдық. Дәл осылай бір қайнап шығады. Бір қайнап шыққан суын төгіп тастаймыз дағына. Жақсылап холодеціміздің өзін қайнатып бастайтын боламыз. Соңына дейін бірге болыңыздар. Өте дәмді, керемет холодецті дайындап шығатын боламыз.